әрбір адамның адалдық ұғымына өз түсінігі бар. Мысалы, менің ойымша, адалдық адам бойындағы таза ниет, адамдарға әрқашан көмектесу, адал болу деген сөз. Сен адамдарға адал болсаң, басқа адамдар да саған адал болады. Сен адамдарға қиын жағдайларында шын адал ниетімен көмек қолын созсаң, ол адамға жасаған жақсылығын өзіне 2 есе, жоқ 3 есе, мүмкін одан да көп болып келуі мүмкін. Бастысы, сен шын адал ниетімен көмектестің. Абай атамыз айтқан мына бір қанатты сөзде: алдау қоспай, адал еңбегін сатқан қолөнерлі қазақтың төресі сол. Яғни, ешқандай алдаусыз, өтіріксіз, шын ниетпен өзге көмекке мұқтаж жанға қолынан келгенше адал еңбегіңді көрсетсең, сен де нағыз қазақтың төресі боласың. Адалдық пен таза ниет адамда туа сала болмайды. Ол адамның дамуына, тәрбиесіне, оқып білім алумен қалыптасады. Қазіргі таңда жасөспірімдер адалдыққа, парасаттылыққа мақсатында түрлі жобалар құрап, адалдықты дамыта береді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл күн тәртібіндегі басты мәселе. Қазіргі балалар ешкімге адал болмайды. Олар жасына жеткен адамдарға көмектеспейді. Ол дұрыс емес. Бірақ өмір бойы адал болу, ол да адамның қасиеті. Алайда, адалдық біздің қоғамда әрқашан керек емес. Адалдық бұл әркім өзінен ұялмай, бойына сіңіру керек мінез. Адалдық шыншылдықты, жақсы адамгершілік қасиеттерді, жағымды және басқа да адал қасиеттерді білдіреді. Бұл діни мәдениеттердегі құнды байлық болып саналады.